Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта аяқ артерияларын, тізе буынындағы артерияларды оқуды жалғастырамыз. Ең бірінші тізе буынының суретін салып алайық. Мен суретті салып болғанша, сіздер менің каналыма тіркеліп, осы видеолар достарыңызға таратып, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Тізе буынындағы артериялардың ерекшелігі тізені айналып орналасуында. Сол себепті толық қызылмен бояйтын артериялар тізенің алдыңғы жағында орналасқандығын көрсетеді, ал үзік-үзік сызықпен салған артериялар тізенің артында орналасқандығын көрсетеді. Сол үшін шатаспаймыз, дұрыстап конспекттеп аламыз достар. Тізе асты артериясы, артерия поплитея, сан артериясының артерия феморалистің жалғасы болып табылады және тізе шұңқырында орналасқан. Артерия поплитея санның аддукторлық каналы арқылы өтіп, тізе шұңқырының ортасына қарай бағытталады. Оның тармақтарын қазір мен сіздерге сызып көрсетемін. Артерия генус супериор медиалис, медиалды жоғарғы тізе артериясы. Бұл артерия тізенің артқы артериясының артерия поплитеяның тармағы болып табылады. Ол тізе буынының капсуласына, байламдарына және айналасындағы жұмсақ тіндерді қанмен қамтамасыз етеді. Негізгі қызметі рете артикуляре генус, тізе айналасындағы анастомоздық торды құруға қатысады. Артерия генус супериор латералис, латеральды жоғарғы тізе артериясы. Бұл артерияда артерия поплитеяның тармағы сан сүйегінің латеральды жағында орналасқан мускулус вастус латералис және де мускулус бицепс феморис бұлшықеттерінің арасынан өтеді. Оның да қызметі рете артикуляре генус құру. Артерия генус инфериор медиалис, медиалды төменгі тізе артериясы. Бұл артерияда тізе артқы артериясының артерия поплитеяның тармағы тізе буынының медиалды төменгі аймағында орналасқан асықты жілік тибия сүйегінің медиалды жағымен өтеді және тізе буынының медиалды бөлігін байламдарын және капсуласын қанмен қамтамасыз етеді. Артерия генус инфериор латералис, латеральды төменгі тізе артериясы. Ол да тоже артерия поплитеяның тармағы. Оның ерекшелігі тек қана латеральды аймақта ғана орналасқан, өзінің көрші артериясына қатты ұқсайды. Мына тақтада тұрған 5 артерия рете артикуляре генус деп аталынады. Олардың бәрі осы негізгі өте керек анастомозды құруға қатысады екен. Артерия генус медиа, ортаңғы тізе артериясы. Тізе буынының қалың капсуласына, айқас байламдарға және синовиальды қабатқа тікелей енеді. Басқа тізе артерияларының айырмашылығы ол буын маңындағы анастомоздық торға қатыспайды. Рете артикуляре генусты түзбейді бұл артерия. Тікелей буынның ішкі құрылымдарын қанмен қамтамасыз етеді. Сол үшін бұл артерия зақымдалған кезде гемартроз пайда болады. Гемартроз дегеніміз ол буынға қан жиналу деп аталынады. Артерия суралис, балтыр артериялары, тізе артқы артериясының тармақтары болып табылады. Екі негізгі артериядан тұрады және балтырдың артқы бұлшықеттерін қанмен қамтамасыз етеді. Негізінен мускулус гастрocnemius, мускулус soleus, мускулус plantaris аймағына бағытталады. Артерия descendens, артерия circumflexa femoris lateralis, латеральды айналма сан артериясын төмендейтін тармағы. Бұл артерияны қалай жаттаймыз? Бұл артерия жалпы сан артериясының артерия циркумфлексиядан шығатын тармағын артерия descendens деп атаймыз. Бұл артерия төмен қарай түседі де рете артикулярис генус түзуге қатысады. Міне, бастысы осылай ғана жаттаңдар, қиналмай. Артерия генус descendens, төмендейтін тізе артериясы. Жалпы бұл артерия феморалистің артерия поплитеяға алмасатын жерінен шығатын артерия. Бұл жалпы артерия аддуктор каналы арқылы өтеді және тізе буынның медиалды жағына бағытталады. Бұның да қызметі рете артикуляре генус құру, тізе буынның анастомоздық торы. Рамус артикулярис, буындық тармақтар. Жалпы бұл рамус артикулярис барлық буында бар артериялар тобы.
олардың көлемі өте кішкентай және олар буындардың капсуласын, байламдарын және синовиальды мембранасын қанмен қамтамасыз етеді. Рамус сафенус сапенді тармақтар сан артериясының төмендейтін тізе артериясынан шығатын тармақ, артерия генус десценденстан шығатын тармақ. Жалпы аддуктор каналының алдыңғы қабырғасынан шығып, тері астына өтеді. Сол кезде ол үлкен жамбасты көк тамырымен вена сафена магнамен бірге жүреді. Артерия тибиалис постериор артқы асықты жілік артериясы артерия поплитеядан басталады және аяқтың артқы бөлігімен төмен қарай жүреді. Терең фасцияның астында балтырдың терең бұлшықеттердің арасында орналасады. Жалпы оның екі тармағы бар: артерия плантарис медиалис және артерия плантарис латералис. Бұл артерия тибиалис постериор балтырдың барлық бұлшықеттерін қанмен қамтамасыз етеді. Артерия фибулярис екінші аты артерия перонея шоңбай сүйегінің артериясы. Артқы асықты жілік артериясынан шығады. Артерия тибиалис постериордың тармағы. Жалпы балтырдың артқы жағында екі бұлшықет бар: мускулус флексор халикус лонгус және мускулус тибиалис постериор. Осының артында орналасқан артерияны артерия фибулярис деп атаймыз. Осылай жатта. Артерия тибиалис антериор алдыңғы асықты жілік артериясы. Бұл артерия поплитеяның тармағы. Енді мына нәрсеге жақсылап мән бер. Асықты жілік пен шыбық сүйегінің арасында сүйек аралық мембрана орналасқан. Мембрана интероссея. Ал осы артерия мембрана интероссеяны тесіп өтіп, аяқтың алдыңғы бөлігіне шығып алады. Ары қарай артерия дорсалис педиске ұласады. Келесі видеода біз осы артерияны жақсылап талқылаймыз, сондықтан есіңе салып жатырмын.